Кеш жарық құрметті оқушылар, бұл ұбт-ға дайындықтың 5-ші күні. Жалпы жаңа ұлттық тестілеу орталығының берген емтиханның 5-ші нұсқасын талдаймыз. Так, бірінші сұрақ. Дұрыс нені таңдаңыздар? Сөйлемді аяқтаңыздар. If he went to India, he would. Так, қараймыз. Go to the Louvre сәйкес келмейді. Өйткені Индия қайда, Louvre қайда? Louvre вообще Францияда. Give you homework вообще мағынасыз. He would play hockey тоже сәйкес келмейді. Міне, visit Bombay деген сәйкес келеді. Егер ол Индияға барса, ол нені Бомбейге кіріп шығушы еді дейді. Так, the correct word order. Сөйлемнің дұрыс сөйлемдегі сөздердің дұрыс орналасуы. Жалпы құрметті оқушылар, бұл мынандай болады. Бірінші subject кетеді, бастауыш, одан кейін баяндауыш кетеді, verb, жаңағы ағылшын тілінде. Қазақ тілінде баяндауыш соңында келсе, ағылшын тілі ол неден кейін, бастауыштан кейін артынан сразу келеді. Verb, сосын кейін мына object қойылады обычно, одан кейін барып жаңағы time expressions келеді. Енді бізде мына жерде subject кім болады? She, да? Жаңағы паділжа she, етістік қалай болады? Argued. Argued'тан кейін біз міндетті түрде with жазамыз, иә? Argued'тан кейін preposition with бірге жүреді. Argued with и object жаңа. Object кіммен не істеді? Her mom, өзінің мамасымен, да? Argued with her mom yesterday деп келеді. Міне біздің сөйлем шыға келді, да? She argued with her mom yesterday. Так, a person who creates canvases. Canvas деген жаңағы сурет қой, сурет жасайтын адам, ол кім? Суретші. Ағылшынша суретші ол артист болады. Анау актер деп ойламаңыздар. Мына жерде актер деп тұр, мысалы musician, paint деген ол сурет. Ол адаммен вообще қатысы жоқ, просто сурет. Так, appropriate synonym shelter. Shelter деген құрметті оқушылар, не ғой? Бір сіздің қалатын жеріңіз. Былайша айтқан кезде home деуге болады. Cycle, eagle, truth деген мүлдем басқа мағына береді. Так, appropriate option сәйкес келетін вариант. Amir gets on well with most of his workmates. Амир өзінің жұмыстастарының көбісімен жақсы тіл табысады. Gets on well деген тіл табысу деген мағынада. Так, the correct structure of the reporter speech. Төлеу сөзінің дұрыс структурасы. Alex said that he was. То есть saidтен кейін to жоқ, да? Значит, мына екі вариант алып тастаймыз. Say to деген жоқ. Say plus no personal object, иә? Say to деген ешқандай жеке не жоқ. Say about вообще қолданылмаған. Сондықтан бұл вариант түседі. Так, an adverb which has the same form as its adjective. То есть, бұл үстеу жаңағы несімен, сын есімі екеуі бірдей. Ол бізде weekly. Мысалға, we work on a weekly basis. Біз апталық немен жұмыс істейміз дейді. On a weekly basis, да? Не болмаса, we go to school weekly. Мысалы, go to school weekly. Бұл жерде екіншісінде adverb, ал біріншісінде adjective болып тұр. Сын есім болып тұр, а екіншісінде не болып тұр? Adverb болып тұр. Соның екі формасы бірдей weekly. Мыналарда firmly'да firm жаңағы сын есімі firm, firmly бұл үстеуі жаңағы. Extremely да солай, ly, really ол не вообще adjective емес, ол quantifier болып есептеледі. Так, correct relative adverb. Дұрыс relative adverb. The museum where my father works is very nice. Менің әкем жұмыс істейтін музей керемет дейді. Музейм деген жерді айтып жатыр, да? Где? Тот музей, где мой отец работает. Where? Так, келесі. Дұрыс preposition қойыңдар. The app looks great. Бұл бағдарлама керемет көрінеді, бірақ практикаға келгенде ол өте пайдасыз дейді. Практикаға келгенде ағылшын тілінде in practice деп аталады. На практике деген сөз ғой, орысша айтқанда. Естеріңізде сақтап Так, мына сөйлемді неге қою керек? Ырықсыз етістікке қою керек, пассивқа ауыстыру керек, былайша айтқанда. Psychiatrists in South Africa used exposure therapy in the 1950s. Exposure therapy was used by. То есть, именно кімдер психиатрлармен қолданылды. Was used by. Was used with деген егер бір нәрсемен жасалған болса, сол затты айтамыз. Used өз жалғасы дұрыс емес, were used тоже дұрыс емес. Бұл жерде exposure therapy деген саналмайтын болғаннан was used болады. Так, the correct variant. My computer is as fast as yours. Менің компьютерім тура сенің сияқты мықты дейді. As бір сын есім қоямыз, и as дейміз де. Бұл структураны есте сақтап алыңыздар. Бұл өте көп кездесетін салыстыру түрі ағылшын тіліндегі.
The correct meaning of the statement. You ought to have practiced more before the tournament. Сен жарыстан бұрын көбірек практика жасау керек едің дейді. Бұл жерде не айтып тұр? Критицизм, критиковать етіп тұр. Сен не істеу керек едің, бірақ жасамадың деген мағынада. I had advised you деген сәйкес келмейді. Неге? Өйткені бұл жерде оның айтқанын айтпағаны непонятно. Бұл просто критика. Сол үшін I have advised you'ды алып тастаймыз. You ought to have advised алып тастаймыз. Мына бірақ вариант қалады. Сен жасау керексің, бірақ істемедің. То есть бұл жерде критика айтып отыр. 13-ші сұрақ. Sentence reporting general truth or law of nature. То есть табиғи заңдылық туралы айтып отқан. Былайша айтқан кезде физикада, our physics teacher said the sun is a star. Күн ол ай не дейді да? Бұл физикалық факт. Қалғандардың бәрі тек қана сөйлем. Мені көмектесе аласыз ба? Ол былай айтты, біздің әкеміз мынаны айтты дейді. Бұл не емес, физикалық заңдылық емес. Tax, 14-ші сұрақ. The correct form of the adjective. Сын есімнің дұрыс түрі. Whales are animals in the world. Бұл жерде күшейтпелі шырай. Нелер дейді? Жаңа қазақша китті қалай айтады? Киттар ең үлкен жануарлар әлемдегі дейді. Ең үлкенді the biggest дейміз. Күшейтпелі шырай the артиклінен кейін міндетті түрде нені артына est жалғау қосылып жасалады. The biggest. Синонимға табыңыздар дейді. I look up to my teacher. I look up to деген біреуді восхищаться кем-то, мақтан тұту, admire, былайша айтқан кезде. Take after деген біреуге ұқсау, look after деген біреуге қарау, disrespect деген не істеу, сыйламау деген мағынада келеді. That's a word with a negative prefix. Болымсыз префиксі бар сөзді табыңыздар. Imaginative. Imaginative дегенде if деген бұл жаңағы жалғау бар, бірақ алдында приставка жоқ. Ол өзі imagine деген сөзден шығады. Impressive та солай. Impress деген бұл түбірі, if деген жалғауы, бұл да не прегатив жоқ. Impossible. Вот. Possible деп possible жаңағы түбірі, им деген жаңағы алдындағы приставкасы. И ол болымсыз түрде қолданады көбінесе. Impossible. Important деген important'ың өзі түбір сөз, сондықтан бұл жерге сәйкес келмейді. Так, 17-ші сұрақ. Дұрыс партикл табу керек. The fire broke out. Бір нәрсе резко басталып кетсе, жаман там ауру, пожар, там бір нәрсе резко аяғынан болса, broke out қолданамыз. Break out деген бір нәрсе шыға келді. Шығу, таралу деген сияқты. The fire broke out in the museum last Tuesday. Өткен сейсенбі күні неде, музейде не деді, от шықты деген мағынада. ing form is used after. Мынадан қайсынан кейін ing қолданады. Want-тан кейін to қолданамыз. Want to do, decide to do, promise to do. Want to do бір нәрсе қалау, бір нәрсе жасауға шешім қабылдау, promise to do бір нәрсе жасауға сөз беру, consider what doing болады. Міне ing форма осы жерде. Дұрыс партиклді қойыңыз дейді. They can look his number in the phone book. Олар телефон кітапшасында оның номерін іздеп қарай алады. Іздеп қарау деген look up. Look up. Look after деген біреуге қарау, жаңағы бағу деген мағынада. Look into деген бір нәрсені зерттеу, ал look for деген іздеу, бірақ ненің ішінен емес, кітаптың ішінен емес, жалпы жан-жақтан жерді іздеп қарау деген мағынада. Так, 20-ші сұрақ. The correct impersonal structure. Impersonal structure, құрметті оқушылар, тікелей кім іс-әрекет жасайтыны берілмейтін сөйлемдерді айтады. Енді қараңыздар. It looks like I'm going miss my train дейді. It looks like да it бар, не бар. Негізі impersonal itпен жасалады, бірақ көбінесе ол былай жасалады. It is said that деп басталады impersonal нелер. Или it is believed that. Верится, что деген сияқты. Бұл жерде кім жасайтын іс-әрекетсіз, мына жерде it looks like болып тұр. Сондықтан бұл impersonal structureға сәл ғана сәйкес келмейді. I might have been. Мына жерде I might have been деп нақты берілген, бұл personal, жеке мен деп айтып отыр да. Mom expects that. Мамам күтеді дейді да. Бұл жерде іс-әрекет кім жасаған, прям тікелей жазылған. Мына жерде I am expected to miss. Так. Бұл жерде сәл кішкене бір сәйкессіздік болып тұр. Қазір көреміз. Так, жақсы, мен бұл сұрақты кейінге қалдырып, сіздерге не істеймін, кейін жіберемін. Бұл нәрсені қалдыра тұрайық. Мен бір нәрсе жіберіп алдым бұл жерде.
Кеттік ары қарай. 21 сұрақ. I play basketball every Saturday when I was a teenager. То есть мен жаңа жасөспірім кезімде апта сайын әр сенбі күні баскетбол ойнауға баратын едім. I used to. Would to деген would деген to қолданылмайды. Қате. Didn't use деген to жоқ, во-первых. Сондықтан бұл қате. I was play деген мүлдем дұрыс емес грамматикалық тұрғыдан. Так, 22-ші сұрақ дұрыс модалдық етістік. Would you mind if we joined your guided tour? Сенің турыңа қосылсам қарсы болмайсың ба дейді. I'm sorry, but you book in advance. То есть кешіріңіз, сіз алдын ала неңізді бронь жасауыңыз керек дейді да. То есть you have to, міндеттісіз броньдауға. Сол үшін мен сізді қабылдай алмаймын дейді. But you have to. Ал mustn't деген наоборот, заранее жасауға болмайды деген сөз. You could book in advance деген жалпы грамматикалық тұрғыдан сай келіп тұр, бірақ мағына түрінен броньдасаңыз болар еді деп айтпайды ғой. Жасауыңыз керек деп айтады. You can book in advance деп тоже мына жерге контекстке сай келіскенмей тұр. Так, 23-ші сұрақ. Дұрыс опцияны таңдаңыз. I was too surprised to say anything. Мен бір нәрсе айтуға соншалықты қатты не істеп қалдым дейді. Бірдеңке айтуға деген anything. Вот что-нибудь деген былайша орысша айтқан кезде. Келесі сөйлем. The correct meaning of the infinitive. Infinitive дұрыс несі дейді. I stopped to buy. Мен посткарта алу үшін тоқтадым дейді. Егер I stopped buying болса, мен посткарт алуды тоқтаттым болушы еді. Мына жерде мен тоқтадым не үшін? Посткарт сатып алу үшін. То есть pause and do something else. То есть тоқтап басқа нәрсе істеу. Осы мағына келеді. Give up a habit деген бір нәрсені тастап кету. Stop an activity бір іс-әрекетті аяқтау. Бұл көбінесе stop, одан кейін плюс verb ing осы мағынада қолданылады. Жақсы ма? Be sorry about вообще мағынасы сәйкес келмейтін сөйлем. Келесі сөйлем. The correct conditional sentence. То есть дұрыс жазылған нелер шарттар ай. What your parents would say, дұрыс емес. What would your parents say болу керек негізінде. Сондықтан бұл қатені сызып тастаймыз. If you didn't feel ill, where you would go. Where would you go? Өйткені сұрақ қой. Would мына жерге кету керек. Сондықтан бұл қате. What time would we arrive if we caught the early train? Вот, дұрыс жазылған. If he asked you to go out, would you say yes болу керек. Сондықтан бұл да қате. Так, енді мынау мәтінді оқымаймын, тек жауабын беремін, және де мәтіннен жауабын тауып көрсетемін. You can't see wild elephants in. То есть жабайы пілдер қай жерде жүрмейді, кездестіре алмайсың дейді. Sub-Saharan Africa, бұл мына жерде берілген. African bush, African forest, міне. Elephants are scattered throughout. То есть сол жерде таралып кеткен. Sub-Sahara, South Asia and South East Asia. Міне. South East Asia, South Asia, Sub-Saharan Africa тек қана Proboscidea деймі, осы нәрсе. Негізі мынау Proboscidea деген мәтінде бар, бірақ бұның мағынасы жер емес, бұл жаңа пілдің несін айтады, мүшесін айтады. Proboscidea деп. Так, келесі сұрақ. One of the threats to elephant populations is. Пілдердің популяциясына қауіп төндіріп тұрған бір нәрсе дейді. Conflicts with local people. Міне, мына жерде жазылған. One of the biggest threats to elephant populations is the ivory trade. Сосын кейін және де басқа қауіптер. Elephants include habitat destruction and conflicts with local people. Міне, жергілікті халықпен конфликттер олардың несіне қауіп төндіреді. Өйткені олар жергілікті халықпен біреуді өлтірсе, ол адамдар бар да, сол пілді не істеп жүреді, өлтіріп жүреді. Сондықтан сондай нәрселер оларға ауыр тиюі мүмкін. Так, true phrase, дұрыс фраза. A long truck or proboscis is used for. Не үшін қолданылады? Long truck. Міне, мына жерде жазылған. Trunk. Міне. All elephants have several distinct features. The most notable feature is a long trunk or proboscis used for many purposes. Бірнеше неге қолданылады. Particularly breathing, демалу үшін, lifting water, суды көтеру үшін, and grasping objects, және де заттарды ұстау. Purchasing grass деген нәрсе, сатып алу деген сөз. Purchasing, шөп сатып алмайды ғой пілдер, grasping objects, заттарды ұстау. Вот. Treating disease, то есть ауруды емдеу туралы сөз болған жоқ. Catching birds тоже не болған жоқ. Тек қана осыны ұстау арасында осы сай келеді. Так, келесі сұрақ. Traditionally in Africa, elephants inhabit in. Traditional деген басында африкалық пілдер
қай жерде тұрды? Енді қараймыз. Elephants Africa дейміз. Аха, міне. Elephants are scattered throughout. Міне. Traditionally, two species are recognized: the African elephant and the Asian elephant. Also, some evidence suggests that African bush elephants and African forest elephants are separate species. Так. Мына жерде не деп жатыр? То есть African bush elephants, то есть африкандық жаңағы кустта өмір сүретін нелер, кусты деген жаңағы ағаштардың арасында, не болмаса forest, орманда өмір сүретін нелер, пілдер. Демек, бұл жердің бәрін нерде woodland expanse деп аталады. Woodland expanse деген жаңағы ағашты жерлерде дейді. Mountainous area деген таулы жер вообще мәтінде жоқ. Lake locations, өзен көлдер туралы сөз болған жоқ. Hot deserts та айтылмаған, осы жерде тұрады деп айтылмаған. Тек қана осы ағашты жерде деп айтылып кетеді мәтінде. Енді келесі сұрақ. Elephant's tusks can serve as. Міне, мына жерде tusks айтылған. The incisors grow into tusks, міне, tusks which can serve, то есть олар не болып жұмыс істейді? As weapons, қару ретінде қолданылады, and as tools for moving objects, бір заттарды қолданатын зат ретінде, and digging, және қазу үшін қолданады. Means of protection, то есть өзін қорғау үшін. As weapons, weapons деген жаңағы қару ретінде қолданады, и өзін демек қаруды өзін қолдану үшін қолданады ғой. Осы сәйкес келеді. A way of navigation, навигация үшін деген сөз жоқ. Method of communication, араласу методы деген сөз жоқ мәтінде. Points of receivers, то есть антенна ретінде ол қолданады деген сөз жоқ бұл жерде, да? Осымен тек мәтіндік неміз сұрақтарымыз аяқталды. 31-ші сұрақ. Дұрыс опция таңдады. They say Anne is a brilliant student. Now, a personal sentence. They say, олар айтады, да? Anne is a brilliant student. Бірақ impersonal, то есть Anne is a brilliant болса, олар айтады деген мағынада. Значит, impersonal active construction болады. Anne is considered to be. Бұл жоқ, мыналар impersonal емес. They say, олар айтады, Anne is considered to be. Тікелей жаңағы әрекет жасайтын жазылып тұр ғой негізінде. Сондықтан бұлар personal, наоборот, бәсе, шатыстырып отырмын. They say personal, бірақ бұл тікелей айтып отыр, active. Anne is considered. Anne'ді осылай ойлайды. Considered to be. Бұл personal passive construction болады. Так, match the correct relative pronouns. Так, relative pronouns дұрыс керек. The book is on the table is mine. The book which, анау кітап, который, да, which, который. Which үшіншісі. That is the girl who lives the next door. Анау қыз, который, да, которая живет в следующем доме. Так, осы үшінші сұрақ. Дұрыс опция таңдады. It is said that. Құрметті оқушылар, бағана айтқам сіздерге, да, impersonal sentence. Бұл жерде іс-әрекет кім жасап отқан нақты белгісіз болғандықтан, бұл жеке сөйлем емес, жалпы ол туралы ойланады деген айтқан. It is said that. Бұл impersonal sentence. Еще бұл passive бол. Не істейді? Impersonal passive construction. Мына жерге қоямыз. No. They say that shopping. Олар айтады. Бұл да жаңағы impersonal. Жалпы айтады, бірақ кім нақты берілмеген, да? Сондықтан бұлар impersonal болады, бірақ бұл passive емес, active construction. Impersonal active construction. Так, should'тың функцияларын дұрыс қолданыңыздар. You should have called your mom. Бұл жерде сен мамаңды шақыру керек еді, бірақ сен шақырмадың. Бұл жерде критика бар, да, criticism. You should do sports regularly. Сен спорт жасау керексің дейді. Бұл жерде не айтып отыр? Рекомендация, совет беріп отыр. Бұлай жасауың керек деген сияқты. Advice, да? Так, дұрыс аффикс қолданыңыздар дейді. Мына жерде суффикс и префикс. Префикс деген приставка, суффикс деген жаңағы жалғау, да, жұрнақ. Қай жерде бар? Жұрнақ қай жерде кездеседі? Қараңыздар. There is a well conservation. Міне conserve и ation мына жерде жұрнақ, да? Сондықтан бұл суффикс мынаған сәйкес келеді. Префикс деген алдына қойылатын. Мына жерде it is considered really unfashionable. Fashionable сөзіне un деген не қосылған? Приставка қосылған. Сол үшін бұл жерде префикс болады. It's snowing today, so wrap up. Wrap up деген, құрметті оқушылар, бұл фразалық етіс. Сол үшін бұл suffix, префикс бұл жерде жоқ. Айдана's new dress was custom made. Custom made деген вообще екі түбір сөзден құралған. Бұл suffix, префикс қолданылмаған бұл жерде тұр. Так, 36-шы сұрақ. Food pyramid. Қараңыздар, құрметті оқушылар, мына жерде тамақ пирамидасы дейді. Bread, cereals and pasta, сосын vegetables 25, meat, fish, eggs 15% дейді.
дұрыс report статистиканы таңдаңыздар. The food pyramid mentions that daily person's food ration is. Мына жерде 25%, мына жерде 15 болса, примерно мына жерде қанша болу керек? Мына жерде 5% болады примерно, да? Мына жерде примерно 30% болса, 30, 25, так, 55-ке, так, 70-75, получается, мына жерде fruits 20 или 25% болады, да? Енді қараймыз. 30% bread, cereals and pasta, осы сәйкес келеді. Vegetables мына жерде тікелей жазылған 25% деп, сондықтан мынаны алып тастаймыз. Дұрыс емес. 5% of fat, oil, sugar, sweets дейді. Fat, oil, sugar, sweets жоғарыда 5%, иә, бұл сәйкес келіп тұр кішкене. 10% of fat, oil, sugar, sweets алып тастаймыз. Bread, cereals and pasta 20% дейді, бұл дұрыс емес. Итақтан мына жерде 30 деп жаңа келгедік. И 20% of fruits. Егер 20% fruits болса, құрметті оқушылар, мына жердегі 10% дұрыс болады да, 5%-ді алып тастаймыз. Значит, жоғарыда fats, oil, sugar, sweets 5 емес, примерно 10% болады. Так, жақсы. Енді 37-ші сұрақ. Sentence is in passive. Пассивта жазылған. Mary entered the university. Mary өзі университетке кірді. Бұл жерде пассив емес. Алып тастаймыз. I have been helped. Маған көмектесілді. Это пассив. The car is washed every day. Бұл машина жуылады күніге. Өз-өзін жумайды, ол жуылады. То есть бұл пассивқа сәйкес келеді. John is driving. John өзі машина айдап бара жатыр, өзі іс-әрекет жасап жатыр. Бұл пассив емес. Алып тастаймыз. The dog left hairs all over the sofa. Ит қалдырып кетті бүкіл диванда, несін өзі қалдырып кетті да, оны түсіп қалған жоқ. Бұл she has been cooking for 3 last hours. Той ол өзі пісірді. Сондықтан бұл жерде осы екі вариант қана сәйкес келеді. Так, 38-ші сұрақ. Irregular nouns, то есть бұрыс зат есімдер. Lionның көпше түрі lions, mouse'ның көпше түрі mice болады. То есть бұл бұрыс зат есім. Көпше mouse емес, mice болады. Sheep'тің көпше түрі тоже sheep қала береді, сондықтан бұл да бұрыс зат есім. Bear, bears болады, бұл дұрыс зат есім. Goose-дікі көпше түрі geese болады, бұл да бұрыс болып есептеледі. Tiger көпше tigers болады, сондықтан бұл дұрыс зат есім. Сонда получается мына жерде осы 3 вариант дұрыс. Mouse, mice, sheep. Sheep, goose, geese. Так, reason, себеп несі жаңағы сөз, білдіретін сөзі why, неге да? Where деген ол қайда, what деген ол не, when деген қашан, which деген ол зат, who деген кім. То есть бұның бәрі себепті айтпайды. Себеп тек қана why жаңа неге екен, осы сөз ғана айтады. Так, 40-ші сұрақ. Present simple passive. Present simple passive-та былай болады. Am, is, are қосылған етістік. Еде аяқтаумен немесе үшінші формада етістік. They also uses poetry. То есть бұл жерде автор өзі жасап жатыр іс-әрекет, бұл passive емес. Poetry is used. Қолданылады да. Is и үшінші формада глагол. Етістік жақ. Бұл дұрыс. A story has been written by Anna. Has been written бұл present perfect. Бұл present simple емес. Сондықтан бұны алып тастаймыз. A film is introduced. Бұл жерде D деген несі жазылмаған қате. A story is written by Anna. Story Аннамен жазылады дейді. Бұл дұрыс, иә. Is және де үшінші формада етістік. The book was published. Бұл was деген өткен шақты. Сондықтан бұны алып тастаймыз. Осымен біздің талдауымыз соңына келді. Құрметті оқушылар, қош сау болыңыздар.